Қайырлы күн. Бүгінгі кездесуге жиналып отырған әріптестер, тыңдаушылар, қонақтар. Бүгінгі қазіргі таңда ең өзекті мәселенің бірі ол сапалы және белсенді өмір сүру болып табылады. Денсаулық деген адамға берілген ең басты байлық. Өкінішке орай сол байлықты біз ауырған кезде есімізге түсіп бағалай алмай жүреміз. Сол кезде ғана бағалаймыз. Сол кезде есімізге түсе бастайды. Ауырып ем іздегенше ауырмай жүріп, ауырмайтын жолдар іздеуге соған тырысуымыз керек деп ойлаймын. Бүгінгі күні қысқаша есіме түсіріп жіберейін, тағы да ренжімесеңіздер. Бүгіндегі сұрақтар бойынша былай ойлайық, біз неге ауырамыз? Ауырған кезде ең бірінші себеп қандай қимыл қозғалыс жасауымыз керек, не байлауымыз керек, ауырмаудың қандай жолдары бар, ауырмау үшін неден бастауымыз керек, ең бірінші қандай. Мысалға, егерде біз өзіміздің үлкен бір аквариум деп алатын болсақ, оның ішіндегі балық клетка болып тұрады, өйткені барлықтарыңызға да белгілі жаңағы адам организмі ол деген тканнан тұрады, жүйеден тұрады, жүйе органдардан тұрады, орган тканнан тұрады, ткань содан кейін жасуша, яғни клеткадан тұрады. Клеткаға біз қандай жағдай жасайтын болсақ, ол өзімізге солай әсер етіп, өзімізге сонымен жауап қайтарады. Одан басқа клеткаға не әсер етуі мүмкін? Біріншіден, клетканың жақсы өмір сүруіне қозғалыс қажет болады. Екіншіден, жаңағы не деп айтайын, ауа да керек болады, су да қажет болады, тамақ та керек болады, және психология. Бүгінгі күні әрине біз жан жағымызға келетін неше түрлі осы факторларды ашып көретін болсақ, міне қозғалыс. Адамнан бері, адамзат болып құрылғалы бері өзінің өмірін еңбек жолындағы жеңілдету үшін неше түрлі фабрика, заводтар ашты. Сонымен қатар машинаны ойлап тапты, пойызды ойлап тапты. Бүгінгі күні біздің қимылымыз азайып кетті. Біз машинамен жүреміз, лифтімен көтерілеміз, бірнеше сағат бойы. Қазір биылғы таңдарда, мысалы, күндерде соткамен, даже доставкамен етеміз. Уже баратын жерге бармаймыз, сотка арқылы сол доставка жасап отырамыз. Ішетін шайымызды біз қол жетімді жаңағы құманмен су әкелмейміз, қайнатып аламыз, бір қолымыз созып. Оң қолымыз созып, сол қолымыз солып, газға от жағып, көмір тасып, әуреленбей тамағымызды пісіреміз. Міне қимыл қозғалысымыз азайды. Бірақ та именно осы клеткаға, жасушаға қажетті қимыл қозғалысты сол кезде біз өткізіп алдық. Неге? Ештеңемен алмастырмай отырмыз. Оны алмастыруға болады ғой, жүзумен, жүгірумен, неше түрлі тренажерді, онымен бізге алмастыруды көп адамдар алмастырмайды. Диванда жатып, соткамен қимыл қозғалысымыз азайып қалды. Екіншіден, психология. Психология ең басты, жазылмайтын ауру жоқ, бірақ жазылғысы келмейтін адамдар бар. Яғни олар жазылғысы керек, бірақ өздерінен ешқандай қадам жасағысы келмейді алға қарай. Мен врачқа бардым, сол рецептін берді, болды. Соны ішетте өз жасап, я болмаса былай деп айтады, 50 жыл бойы осы шайды ішіп жүрдім ғой, неге мен су ішем? Неге әсер етпейді дейді. Яғни қозғалыстар сол диванда жатамыз, ауырып жатамыз деп қозғалмастан төрт қабат төрбен төсеп аламыз да, диванға жатамыз да, мен ауырып жатырмын дейсіз. Ауырып жатады, дәріні ішеді, уколды алады, бірақ отдача жоқ, яғни өзінің тарапынан әрекет жоқ. Психология деген сол ең бірінші любой, мен айтқым келеді, ауырып емделгіңіз келсе психологиядан бастау керек, яғни сабырлы болу керек. Әр нәрсеге күйіп піспей шыдамдылықтарын табылуымыз керек. Жақсы. Әр адамнан, өзіңізге сөйлеген қарым-қатынаста жүрген адамнан жаңағы жақсылық жағын ойлап жүруіңіз керек. Жамандық жағы есіңізге көрген кезде есіңізге бір ренжіткен есіңізге түспей, кешірімді болу керек. Психология деген сол деп ойлаймын. Ол да адамға әсер етеді. Үшіншіден, ауа. Жаңағы біз технология байыған мына заманда біз қазір фабрика, заводтарды ойлап таптық. Я болмаса, одан ағын машинаны ойлап таптым. Бірақ оны машинаның шаңы, фабрика, заводтардан шығатын түтіндер, көшенің шаңы, тағы және басқалары, ол ауаны ластауға әкеліп соғатын кеш ойландық. Өкінішке орай біздің Қазақстанда байқоңыр бар. Күнде мысалға жылына қанша рет атып жатады.
Өкінішке орай бізде Семей полигоны бар. Мына тұрған Александровгай полигоны да осы біздің Атырау облысының көптеген жерлерін уландырды деп, біз оны айтылмайтын нәрсе болғандықтан ауа қаншалықты ластанғанын біз көзбен көрмейді, ес жоқ, сезбейміз, түсінеміз жүрекпен, бірақ айта алмаймыз. Ауа ластанғаннан кейін суда ластанбай ма? Өйткені сол ауадағы ұшқан заттың бары теңіз, өзен, көлге түспей ма? Сол суды деген малдар да ішеді, біз де жүзбейміз ба? Су ластанып жатыр. Су ластанғаннан кейін тамақ та ластанады. Неге? Осы техника, технология зымыраған заманда біз қазір 3 ай, 4 айда өтетін жаңағы өзіміздің жейтін тамақтарымызды 30 күнде дайындап алғымыз келеді. 30 күнде помидор мен огурцты өсіріп алғымыз келеді. Оған я болмаса диқандар да солай егін еккен кезде химикатпен жаңағы улы жәндіктерден улайым деп жүріп, ол улы химикаттың өзі томыраққа сіңіп, жердің астындағы, жеті қабат жердің астындағы артезиан суларын улайтынын кеш ойланып жатырмыз. Солай емес пе? Ол суды біз суға шомылып жатырмыз, сол суды ішіп жатырмыз ғой. Қазіргі кезде бұлақтың суы дегеннің өзінде қаншалықты оның құрамында минерал барын біз білмейміз. Өйткені ол жерден түскен химикат сіңіп, мына 40 қабат топырақтан сіңіп, қайтадан келіп жатыр. Мал, біз айтамыз иногда, көшіп қалды деймін, бірақ даусым жетіп тұрса олар. Малдың біз деген анау, мысалға, біздің өзіміздің Ақтөбе облысын алсақ, анау Миялы, Диярдағы, анау 400 километр жердегі жайылып жүрген малды етін жеп жатырмыз деп мақтанып отырамыз, соның шұбатқымызды жеп жатырмыз деп, иә, жарай ма? Бірақ ол ауадан ластанып тұрған жоқ, жаңағы суды ішіп жатыр ғой малда. Яғни ол өзінің қорегіне затты малда сол уланған шөпті жеп отыр, уланған шөпті ішіп отыр. Яғни біздің аузымызға келіп түсетін ет пен көкөністердің өзінде де қаншалықты органикалық зат барын бізге қажетті ма? Қажетті түрде алып отырмыз ба? Оны ойлап отырған жоқпыз. Міне осындай 5 факторлерді ала келіп, біз осы жолдан қалай әсеруге болады, осы жолдан қалай шығуға болады. Әрине біз ауаға ешқандай ештеңе өзгерте алмаймыз. Күні бойы сіз 24 сағат бойы противогазбен жүрмейсіздер. Не болғанда да осы ауа. Ал одан басқа психология, ауа, су, тамаққа аз да болса әсер ете аламыз өзіміздің тарапымыздан, өз қолымыздан. Мысалға, адамдардың психология дегеннен шығады, ешкімнің ойына келмейді, еденді шаймен, коламен жууға болды. Басымызды бір стақан сумен шашымызды жумаймыз, иә?